күн әріптестер, бүгін біз сіздермен 4-ші модульді бастаймыз. Модульдің тақырыбы функционалдық оқу дағдыларын дамытудың негізгі тәсілі ретінде мәтінмен жұмыс істеу. Алдарыңызда мәтінге байланысты ғұламалардың қанат сөздері берілген. Мысалы, мәтін жазушының түпнұсқасы, түпнұсқа әріптің сөйлеуі деп берілсе, әлем бұл мәтін дейді. Мәтін бұл кеңістік пен уақытта қалыптасқан адам мен әлемге көзқарас. Міне, ғұламалардың сөздерінен қарағанда, мәтін ол бүкіл әлемді тануға көмектеседі. Жалпы оқу сауаттылығына байланысты мәтін түрлерін талдайтын болсақ, қазіргі әлемде сауаттылық ұғымы өзгертілген және кеңейтілген ұғымда берілуде, бірақ ол әлі де түрлі мәтіндерді түсінуімен байланысты. Қазіргі уақытта адамдар баспамен қатар электронды кітаптарды да оқи алады. Бүгінгі күні аудио кітаптары да танымал. Сондықтан мектеп оқушылары қағаз, электронды және дыбыстандырылған мәтіндермен жұмыс істеуге үйренуі керек. Мәтіндерді белгілі бір санаттар немесе өлшемдер бойынша нақты бөлу мүмкін емес. Себебі бір мәтін әдетте әртүрлі белгілері бар, немесе бірден бірнеше топқа жатқызылуы мүмкін. Әдістемелік мақсатта PISA тестін құрастырушылар әзірлеген мәтіндердің жіктелуін пайдалану ыңғайлы. Олар мәтіндерді тұтас және тұтас емес деп бөледі. Оқушылар күнделікті өмірде, оның ішінде мектепте оқитын мәтіндер, ол сипаттама, ол мысалы әңгімеден үзінді, өлең, адамның, орынның, заттың сипаттамасы табылады. Ал әңгіме ол әңгіме, өлең, хат, газет, немесе журналдағы мақала, оқулықтағы мақала, нұсқаулық, жарнама, фильмнің, спектакльдің қысқаша мазмұны, тағы басқа. Ойлауға шақыратын мәтіндер ол шығарма ойлау, пікір, эссе, өз пікірін дәлелдейтін мәтін болып табылады. Тұтас емес мәтіндерге жататын ол графиктер, диаграммалар, схемалар, кестелер, географиялық карталар мен жер карталары, үй-жай, жер құрылыс жоспарлары, кіру билеттері, көлік қозғалысының кестесі, сайттың карталары. Өздеріңіз көріп отырғандай, адам мәтіндер әлемінде, яғни оны ұялы телефоннан, ноутбуктан, немесе кітаптар, газет, журналдардан басқа тағы толып жатқан жерден біз мәтінді алады екенбіз. Енді өздеріңізше осы видеоны көре отырып, бейне материалды көре отырып, тағы да толықтыруларыңызды сұраймын. Жалпы тұтас мәтінмен жұмыс істеуде қандай критерий қоямыз? Жұмыстың мазмұндылығын қамтамасыз ету мақсатына мұғалім оқу мәтінін таңдағанда ақпараттық тартымды мәтіндерге артықшылық беруі тиіс. Олар оқушы үшін өзекті ақпаратты қамтып, оның сұрауларына сәйкес келуі керек. Мәтіндер оқу бағдарламасының мазмұнына сүйеніп, пәнаралық байланыстарды көрсетуі қажет. Оларда оқуды қиындататын және оқушыларға қойылған сұрақтарға жауаптарды белсенді іздестіруге бағыттамайтын кемшіліктер болмауы тиіс. Жалпы тұтас мәтінді таңдайтын кезде мына нәрсеге мән беруіміз керек. Мәтіннің ақпараттық жеткіліктілігі болу керек. Мәтінде келтірілген мәліметтердің нақты дұрыстығы, мәтіннің тілдік дұрыстығы, белгілі бір жағдайда жеке шетелдік немесе нормаланбаған тілдік бірліктерді қолданудың стильдік және ойдың ақталғандығы, оқушылардың жасына сәйкес келуі. Мәтінді іріктеу және жұмысқа дайындау процесінде оның функционалдық, стильдік тиістілігіне сүйеніп, коммуникативтік толық мәтіннің параметрін ескеру қажет. Бұл мәтінде біріншіден орынды тілдік құралдар пайдаланылады. Мәтіннің ақпараттық, мазмұндық, логикалық, композициялық, тілдік және эстетикалық элементтері автордың мақсатына барабар, автор атайтын нәрсе оқырманның түсініктеріне сәйкес келуі керек. Коммуникативтік артық фрагменттер болмау керек. Классикалық үш бөлікті құрылым, яғни кіріспе, негізгі, қорытынды бөлім сақталу керек. Композициялық бөліктер құрылымы сақталады. Материал логикалық ретпен ұсынылуы керек. Әртүрлі мәтін түрлерінің пайымдаулар, баяндаулар, сипаттамалар тіркесімі ұсынылған мәтіндерге артықшылық беру ұсынылады. Мәтіндегі сөйлеу түрлерінің әртүрлілігі оқушылардың назарын белсендіріп қана қоймай, сонымен қатар мұғалімге тапсырмалардың тұжырымдалуын жеңілдетеді. Яғни тұтас мәтін кезінде ақпараттық мәтіндерге мән берілуі қажет. Алдарыңызда мәтінмен жұмыстың негізгі тәсілдері тұр. Мысалы, тұтас мәтінмен біз ғылыми көпшілік публицистикалық стильдегі мәтінде, көркем әдеби стильдегі мәтіндерге мән берсек. Мысалы, ғылыми көпшілік публицистикалық стильде әртүрлі оқу тәсілдерін қолдануға болады, сұрақтардың әртүрлі тәсілдерін, жоспар, тезистер құру деген тапсырмалар беруге болады. Немесе осындай тапсырмадағы үлгідегі тапсырмалар беру, орындау
қажет етеді. Көркем әдебиет стиліндегі мәтіндер бере отырып, онда әртүрлі оқу тәсілдерін, бейнелерді талдау, мультимедиалық презентациялар жасау, тағы басқа тапсырманы құрастыруға болады. Ал тұтас емес мәтіндерге жаңа біз айтқан жарнама, постерлер, билеттер, мәзірлер, кестелер, журнал мұқабаларын тағы басқаны алуға болады. Енді осы тұтас емес мәтіндерге сұрақтар мен тапсырмаларды қалай құрастыруға болады, соны ойланып көрсеңіз. Мысалы, алдарыңызда тұрған мәтін тұтас емес мәтінге жатады. Өйткені арасында сөйлемдермен қоса, одан кейін суреттер де берілген. Біздің міндетіміз осы мәтіндерді, осындай ақпараттық мәтіндерді ала отырып, осыған тапсырмалар құрастыру. Осы мен бүгінгі модульге байланысты айтарым осы. Алдарыңызда тұрған тапсырмаларды қарай отырып, өзіңіздің оқу сауаттылығыңызға байланысты баға беру.